бір сұрақ бар еді. Талғар қаласына байланысты ғой. Мына кісілерге айтып шаршатты. Біз мына ЖК-лардың арасында иттер деген сұмдық жүреді. Таңертең де, күндіз де, кеште де. Енді иттің мәселесін айтқан қалай болады екен, бірақ таңертең оқушылар сабаққа кетіп бара жатқан кезде оқушы емес, өзімізге жүгіреді ана иттер. Енді айтып жатыр басқалы кісілерге. Криспиға да шығарып жатыр. Нәтиже болмай жатыр. Бұралқы иттердің қаптап кеткенін айтып жатыр ғой. Өкінішке орай жергілікті әкімдік бұралқы иттерді жоя алмай отыр екен. Талғарда бір ғана бұралқы иттердің мәселесін шеше алмай отқанда тұтас Талғардың жағдайын қалыпқа келтіру сіздерге қиындық тудырмай ма деген сұрақ қой. Қиындық тудырмайды. Ол біздің жұмысымыз. Ол үшін біз жалақы алып отырмыз ғой, сол үшін жұмыс. Жабайы иттер, бұралқы иттер тұрғындарды талап жатыр деп жатыр. Талап жатқан ешкім жоқ. Ол проблема бар. Талғарда да бар. Сол жерден тиісті біздің мемлекеттік органдар сол иттермен айналысады. Сізге нақты сұрақ қойдым ғой, енді бұралқы иттердің мәселесін шеше алмай отқанда тұтас Талғарға тәртіп орнату қиын емес па деген сұрақ қой. Шешілмей жатқан емес, ол шешіліп жатқан сұрақ. Яғни қауіпсіздікте деп айта аласыз ба, Талғар? Қауіпсіздік болады. Келесі сұрақ әріптесіміз Мадина Жатқанбаевадан. Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Бәйтерек ауылынан Шелекке дейін, яғни Құлжа трассасы өте нашар, күрделі жөндеуді қажет етеді. Биылға қалаға жақын беті ғана жөндеуден өткендігін көлік жүргізушілері айтуда. Жол бойында ауылдар жиі орналасқандығына қарамастан жол торабы дұрыс жарықтандырылмаған. Қыс ауасында жол тазалау жұмыстары да өз деңгейінде жүргізілмейтіндігін тұрғындар айтуда. Жоғарыда айтылған мәселелер салдарынан жол көлік оқиғалары жиілеген. Мәселеден хабардарсыз ба, шешімі қандай болмақ? Бұл қазіргі айтылған ол тек қана ұзын бағанағы Құлжа жолының тек бір бөлігі ғана. Жалпы ол жол бойынша жұмыстар жүргізілуде. Келесі жылы жоспар бойынша мынау Ұйғыр ауданы жағынан шекарадан кіреберісі толық жөндеуден өтеді. Жоғары жақ мынау Нарынқол кегенді қосатын оның жолы биыл жөндеуден өтті. Алматы жағы да биыл жөндеуден өтті. Жалпы бұл жол шекараны қосатын болған соң, бұл республикалық деңгейдегі жол болып есептелінеді. Қазавтожолмен бағанағы істеген жұмыстарды айтып кеттім. Арғарайды анау бағанағы отрезектер толық ремонттан өткен соң, мына жақта да жоспарлаймыз. Сондай. Көп рахмет жауабыңызға. Хақмедия Қожахмет Кеңесбеков, сұрақтарыңыз. Еңбекші Қазақ ауданы Ащыбұлақ ауылының тұрғындары бұған дейін ауылға спорт залдың керек екендігін жергілікті әкімдіктен өтініп келген. Жастардың салауатты өмір салтын ұстануда спорт залдың үлкен орны бар екенін айтып, бұған дейін әкімдіктен қолдау күткен. Алайда әкімдіктен ешқандай қолдау болмағаннан кейін жергілікті тұрғындар өздері ақша жинап, әр үйден ақша жинап, өздерінің қаражатына бүгінгі таңда спорт зал салып алған. Ал спорт зал салғаннан кейін енді мемлекетке өткізейік деген кезде жергілікті әкімдік бір-біріне сілтеп, аталған мәселе әлі күнге шешімін таппаған. Бүгінгі күні енді тұрғындар айтып отыр, өзіміздің қалтамыздан спорт салып алдық, әкімдіктен ешқандай қолдау болмай отыр, нәтижесінде шелекпен көмір тасуға мәжбүрміз. Жаттықтырушыларға да айлық болмай отыр дейді. Енді дайын нысанға игілік ету соншалықты қиын шаруа ма деген сұрақ туындайды ғой. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Бұл тек мынау Ащыбұлақ бізде мынау Еңбекші Қазақта Масақ ауылында болған. Ол жақта енді бәрін заңдастыру керек қой. Алдымен жер телімі дұрыс бөлінді ма? Үй салынатын орынға спорт зал салынған. Кейіннен ол толық мынау құрылыс техникалық талаптарға сай ма, сай емес па? Сол құжаттары жөнделсе, ары қарай мүмкіндік болады. Енді бағанағы Еңбекші Қазақ ауданындағы салынғанға біз былтыр жанындағы үлкен өндірістерді айтып, олар біраз спонсорлық көмек көрсеткен. Бірақ әрине ол салған жігіттерге айтқанбыз. Бұл салған ғимараттарың ертең толық техникалық барлық нормаларға сай болу керек. Өйткені оның ішінде балалар болса, тем более спорт болса, доп ойнайды, басқа жаттығулар болады.
бір жері құлап қирап жатса ертең зақым келуі мүмкін. Сол себептен сол жағынан сараптау керек. Құжаттарын толық жөндеген соң бұл сұрақ қарастырылатын болады. Егер құжаттар болмай өзіміз салдық қабылдаңдар деген әрине ондай болмайды. Бұл жерде тұрғындар айтып отыр, Келесі сұраққа көшейік. нақтылап жесем, бұл жерде тұрғындар айтып отыр, жергілікті әкімдік тек фотоотчет үшін ғана келді, суретке түсіріп шығарып ақпараттандырып отыр. Алайда құжатнамаға келген кезде ауданға барсақ облысқа сілтейді, облысқа барсақ ауданда ешқандай құжаттарыңыз ұсынылған жоқ деп отыр, бір-біріне сілтеп отыр деп тұрғындар ашынып отыр. Олар құжаттарын жөндеп толық тапсырса бізге әкімдік оны балансқа қабылдау үшін дайын құжаттарды тапсыру керек. Тек қана құжатты жасап бер емес, құжатты өздері толық түгендеп, регистрацияны өткізіп, кейін дайын ғимаратты үкіметке ұсыну керек. Бізде ондай прецеденттер бар. Енді мынау Еңбекшіқазақ ауданында бір емес 2 мектеп солай салынды, толық құжаттары болды, кейін ол құжаттармен бізге актімен тапсырылды. Бұнда да механизм сондай. Ол үшін үкімет құжат жасай алмайды. Өйткені кім құжат жасайды, кім салды, сол ертең жауапты болу керек соның сапасына. Сондай. Екінші сұрағым, аталған ауылда Ащыбұлақта, яғни Бубенцев атты мектепте 2024 жылы күрделі жөндеуден өтіп, қыркүйек айында оқуға әзір болу керек еді, алайда белгісіз себептерге байланысты қыркүйекте мектеп дайын болмай қалады. Мектептің басшылығы ата-аналарға айтады, 1-тоқсаннан кейін 2-тоқсанның басталысында дайын қыламыз деп уәде етеді, алайда 2-тоқсанда да мектеп дайын болмаған. Бүгінгі күні қыс ауасы қырауда, ауылдың оқушылары көрші ауылға барып білім алуға мәжбүр. Аталған мәселе назарыңызда ма? Мектеп енді біраз біз жоспарларымыз бар. Ол жоспар құрғанбыз. Оның ішінде концерттік бағдарлама 16 күні өз басымыз. Жауап бермедіңіз, немесе түсінбедіңіз ғой деймін.